Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын тақтаға мән берсеңіздер, бұл тақтада тұрған суреттерді байланыстыратын не нәрсе? Не көріп отырсыздар? Тербеліс. Домбыра, ода қос ішек бар, иә? Яғни бұл бүгінгі біздің сабағымызда тербелмелі қозғалысты қарастыратын боламыз. Егер біздің сабағымыздың тақырыбы тербелмелі қозғалыс болатын болса, онда біздің сабаққа қандай мақсат болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Тербеліс қозғалыстың мәндерін, формуласын танысу. Рахмет, ертебе. Иә, біз бүгінгі сабағымызда, яғни тербелісті сипаттайтын шамалармен танысатын боламыз. Яғни бағдарламада бекітілген оқу мақсатына сәйкес тербелістің түрлерімен танысамыз алдымен, одан кейін эксперименттік әдістер, яғни тәжірибе арқылы олармен есептейтін боламыз, және сонымен қатар біз сол формулаларды қолданып есептер шығаратын боламыз. Осы тербелмелі қозғалыстың пайда болуының, яғни өзінің шарттары бар. Ең бірінші тербелмелі қозғалыс дегеніміз қандай қозғалыс? Ол қайталанып отыратын, периодты түрде қайталанып отыратын қозғалысты біз тербеліс деп атаймыз. Мысалға, сағаттың тілі, 24 сағатты айналады. Тура сол сияқты, егер былай қарайтын болсақ, жердің өз-өзінен айналуы да периодты қозғалысқа жатады. Содан кейін тепе-теңдік қалпынан шыққаннан кейін сол қайтадан тепе-теңдік қалпына қайта оралуы және үйкелістің аз болу керек. Осы шарттар орындалатын болса, онда тербелмелі қозғалыс пайда болады. Енді тербелмелі қозғалыстың біз айттық жаңа түрлері бар дедік. Оның жалпы қарастырған кезде еріксіз және еркін тербелістер деп аталатын түрлері бар. Еркін тербеліс дегеніміз не? Еркін тербеліс дегеніміз жалпы тербелістің пайда болуы үшін дене тепе-теңдік күйден шығарылғаннан кейін барып сыртқы күш, яғни тоқтағаннан кейін де қозғалысын жалғастыра беретін болса, онда біз ондай қозғалысты еркін тербелістер деп атаймыз. Яғни сыртқы күштің әрекеті тоқтағаннан кейін, сыртқы күштің әрекетінсіз деп айтуға да болады. Ал еріксіз тербеліс дегеніміз ол керісінше, яғни сыртқы күштің периодты түрде әрекетінен қозғалысын жалғастыра беретін қозғалысты біз еріксіз тербелістер деп атаймыз. Енді мысал келтірейік. Еркін тербелістерге мысал келтіретін болсақ, балалар, серіппеге ілінген жүктің өздігінен тербелуі. Мінекей серіппе, яғни бұған біз кез келген жүкті ілетін болсақ, және бұл сыртқы күштер әрекетін тоқтағаннан кейін, мен әрекет етіп жатқан жоқпын, бірақ ол әлі өзінің қозғалысын жалғастыруда. Тура сол сияқты маятниктің бір рет ауытқығаннан кейін, одан ары қарай қозғалысы. Міне математикалық маятник, мен күш, яғни әрекетін тоқтатқаннан кейін де ол, яғни қозғалып тұр. Тура сол сияқты еріксіз тербелістерге мысал келтіретін болсақ, ол сағат маятнигінің механизм әсерінен тербелісін тоқтатпауы. Және айнымалы ток көзіне қосылған тізбектегі тербеліс. Яғни сонымен қатар көлік жолда жүріп бара жатады ғой, сол кезде егер жол кедір-бұдыр болатын болса, автокөліктің қозғалысының тербелісі, яғни тоқтамауын біз еріксіз тербелістердің мысалына қарастыра алады екенбіз. Ал балалар, ендеше жасанды интеллекттің көмегімен жасалған Люмен 5 бағдарламасында осы бізге қажетті шамаларды, физикалық шамаларды жасаған, яғни сол ғалымдардың құрметіне қойылған шамалармен танысамыз, және стоп-кадр әдісі арқылы осы видеоны талқылайтын боламыз. Бұл видеода біз Генрих Герцтің еңбегі туралы айтатын боламыз. Жалпы тербелістерді сипаттайтын период, жиілік, амплитуда деген сияқты негізгі шамалар бар. Ал Генрих Герц ол жиіліктің өлшем бірлігі Герц. Осы Генрих Герц неміс ғалымының құрметіне қойылған. Сондықтан оның осы физикадағы еңбек жолыменен оның жасаған вибраторы туралы ақпарат. 23 жасында алған. 1885-89 жылдары ол Карлсруэ жоғары техникалық мектебінде, кейін Бонн университетінде профессор болған. 1804 жылы небәрі 36 жасында қайтыс болған. Ғылыми еңбектері және оның тербелістер туралы жұмыстары. Герц Максвеллдің электромагниттік теориясының дұрыс екенін тәжірибемен дәлелдеп, электр және магнит өрістерінің тербелістері кеңістікте толқын сияқты тарайтынын дәлелдеген. 1887-88 жылдары ол Герцтің вибраторы деп аталатын және электр арқылы электромагниттік толқындарды шығарды. Герц тәжірибесінде электромагниттік тербелістер ауа арқылы радио толқындар сияқты таралатынын дәлелдеген. Яғни Генрих Герц жалпы бұрынғы еңбектерді одан ары қарай дамытып физика ғылымына енгізуге қызмет жасаған. Автоматты түрде жүйелі жоғары электр тербелістері ауа арқылы радио толқындар сияқты таралады.
бұл тәжірибенің нәтижесінде, яғни ол сымсыз байланыс негізін қалаған, яғни сымсыз байланыстың және де радионың жұмыс жасауында негіз болатын ережелерді енгізген. Енді балалар, осы тербелісті сипаттайтын негізгі шамалар. Бұл жерде ең бірінші бұл жиілік, яғни жиілік дегеніміз не? Жиілік ол мынау n дегеніміз тербеліс саны, t дегеніміз уақыт, ал период бір айналым жасауға, толық бір айналым жасауға кеткен уақыт. Жиілік пен период бір-біріне кері шама. Амплитуда дегеніміз тепе-теңдіктен толығымен, яғни максимал ығысуы тепе-теңдік жағдайынан. Ал енді бұл жерде фаза дегеніміз тербелістің белгілі бір мезеттегі күйі. Жиілік дегеніміз 1 секундтағы тербеліс саны деп анықтаманы айтуымызға болады. Енді тербелісті қарастырған кезде математикалық маятникті және біз серіппелі маятникті қарастырамыз. Мынау кейінірек сабақтарда бұл біз толық қарастыратын боламыз. Математикалық маятниктің тербеліс периоды неге тәуелді? Жіптің ұзындығына тәуелді болады. Математикалық маятник ол созылмайтын жіпке ілінген болу керек. Ал серіппелі маятник дегеніміз өзі аты айтып тұрғандай серіппеден тұрады. Енді серіппелі маятниктің периоды қандай шамаларға тәуелді? Ол серіппенің қатаңдығына. Мысалға, мына серіппе, мына екінші серіппеден қарағанда қатаңдығы өзгеше болуы мүмкін. Және ілінген жүктің массасына тәуелді болады. Серіппелі маятникте қарасаңыздар, мінекей, Т тең 2π түбірасты МК. М дегеніміз жүктің массасы, К дегеніміз қатаңдығы. Енді осы арқылы жиілікті де тауып алуға болады. Мына жерде мән берсеңіздер, мынау циклдық жиіліктің формуласы. Яғни циклдық жиілікте түбірасты К бөлінген Мге тең болады. Енді балалар, қазір біз тәжірибе арқылы осы формулаларды қолданып есептер шығарамыз. Ал балалар, мен құралдарды сіздерге алдарыңызға қояйын. Содан кейін осыдан қажет өлшеулерді жүргізіп алып, математикалық және серіппелі маятниктердің көмегіменен тербеліс периодын, жиілігін және циклдық жиілігін есептеу керек. Енді келе қойыңыздар мына жаққа. Шамаларын алып жазып алсаңыздар, ең бірінші ұзындығын өлшеп алыңыз. Математикалық маятник жіптің ұзындығын өлшеп алыңыз. 30 не? Сантиметр жазып ала ғой. Енді одан кейін серіппелі маятниктің пружинаның бастапқы ұзындығын өлшеп аламыз. 10 сантиметр. Енді жүкті 50 грамдық мынау. Жүкті ілгеннен кейінгі астынан басаң көтерілетін мынау. Өздерің қараңдар. Егер біреуін салсаңдар, онда М тең 50 грамм деп жаздар. Онды килограммға айналдыруды ұмытпаймыз, иә? 20 сантиметр деп өлшем бірліктерін айтамыз. Енді осы мәндермен есептерді шығарамыз. Периодын анықтаймыз, жиілігін анықтаймыз және циклдық жиілігін анықтаймыз. Мен құралдарды келесі топқа апарайын. Так, сіздерде мына жүктерді алуға болады. Тағы да жүктер беремін егер қажет болса. Так, сіздерде берілген жазып алыңыздар. Қажет болса мына жүктерді қолдануға болады. Жазып аламыз. Андағы жүктің қанша екен граммы? 11 сантиметр. Ол 20 граммдық жүк балалар. Екеуін салсаңыз, онда 100 грамм. 20 граммдықпен бір есептедік, енді 100 граммдықпен де. Демек, сіздер екі түрлі период. Әрқайсыңызда шама әртүрлі болады, солған қарайсыздар. Берілгендерін жазып алсаңыздар, онда сіздер орындарыңызға барып есеп шығара беріңіздер. Мен құрал жабдықтарды келесі топқа берейін. Енді сіздер 3 бірдей масса алып көрсеңіздер болады. Сонда әрқайсыңызда есептің берілгені әртүрлі шығады да, есепті әртүрлі шығаруға мүмкіндік болады. Ол сіздердің бір уақытта, бір мезетте әртүрлі бір формуламен әртүрлі есептің шамасын шығаруға көмек болады. Мынау математикалық маятник үшін, мынау серіппелі маятник үшін. Мінекей сызғыштарыңыз. Берілгендерін жазамыз, есептің шығару алгоритмін сақтаймыз балалар. Халықаралық бірліктер жүйесіне сантиметрді метрге айналдырамыз, граммды килограммға айналдырамыз деген сияқты. 23 сантиметр. Мына жүкті қысқартылған ғой демек,
Енді мына жақта масса 100 грамм, М тең 100 грамм. Жүктікті қоя сол өздеріңізге. Жарайды. Ұзындығын өлшеңіздер ма? 20. Ал жүксіз қанша болды? Бастапқысын есептеп алайық. Сонда қатаңдығын анықтау мүмкін болады. Ердәулет, қандай сұрақтарыңыз бар? Формуланы талқылап жатсыздар ма? Кішкене жай басқа топтарға кедергі болмайық. Болды ма? Енді есептің шығарамыз. Есепті шығарғаннан кейін балалар бір-біріне дескриптор бойынша тексеру керек болады. Сондықтан тақтаға қазір дескрипторларын шығарамын, сол бойынша есепті шығарасыздар. Ал балалар тақтаға назар салсаңыздар, осы дескрипторлар бойынша орындау керек болады тапсырманы. 7 шама, яғни сіздерде бұл жерде математикалық маятник жіптің ұзындығы бар, серпелі маятник үшін дененің массасы бар, қатаңдығын анықтап аламыз, және сіздерде жиілікті және циклдық жиілікті табу керек болады, және халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру керек. Ал шығарамыз. Есебін берілгенін жасақ, шығарамыз. Сіздерге кедергісі алдырып тастайын. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіруді ұмытпаймыз, балалар. Енді балалар, есеп шығарып болсақ, көршіңе тексерт әдісі арқылы бір-бірлеріңе дәптерлеріңізді ауыстырамыз. Әділет, Ердәулет, ауыстырамыз. Ауыстырғаннан кейін мына тақтадағы дескрипторға мән беріп, сол бойынша тексереміз есепті. Ең бірінші физикалық шамаларды дұрыс жазылуы тиіс, есепін берілгенде. Одан кейін тербеліс периодына формула дұрыс жазылады. Математикалық маятник үшін және серпелі маятник үшін. Одан кейін периодын есептейді, яғни бұл жерде математикалық есептеулер дұрыс жазылған ба? Соған қараймыз. Одан кейін жиілікті, яғни жиілік дегеніміз периодқа кері шама, сол бойынша анықталды ма? Одан кейін циклдық жиіліктің формуласы арқылы есептейді 1 балл, және өлшем бірліктерін дұрыс көрсетеді. Тексереміз. Ал, Ертөре, қанша балл алыпты көршіңіз? 6 балл. 6 балл нені таппапты? Циклдық жүйені анықтамасы. Циклдық жиілік үшін 1 балл минус, жарайды. Әділет, сізде қанша балл шығыпты көршіңізде? Көршімде 6 балл шығыпты. 6 балл шығыпты, тағда 1 балға кем, Мирванда қанша балл екен? Дескриптордың барлығы дұрыс қамтылған. Енді қалған оқушылар, балалар, дәптерлеріңіздің тексерген дәптердің астына қанша балл екенін жазып қойыңыздар. Мен қазір журналға жазып аламын. Енді бұдан кейінгі тапсырма, балалар, бізде телефондарыңызды алсаңыздар, бүгінгі сабақ барысында өтілген мәліметтер бойынша тест жұмысы болады. Бұл жасанды интеллект арқылы жасалған проф сайтынан, яғни бұл тест жұмысында 8 тапсырма берілген. 8 тапсырманың, егер 8-не де дұрыс жауап беретін болсаңыздар, максималды 3 балға ие боласыздар. Ал 4-5 ұпай арасында болса 2 балл, 1-3 ұпай арасында болса 1 балға ие боласыздар. Ашып, аты жөндеріңізді жазып, QR-кодты сканерлеп, одан кейін тапсырманы орындай береміз. Мен сіздердің балдарыңызды жазып алайын. Қанша балл екенін жазып алайын. Азиз? Жаңа сіздікін айтты, Мирван? 7 балл. Сізде 7 балл. Қандай? 5 балл. 5 балл. Черновиктегі есептеріңізді кейін дәптерге көшіріп жазуды ұмытпаңыздар. Тапсырманы орындаймыз. Ал балалар, тапсырманы аяқтасаңыздар, сіздердің жауаптарыңыз маған мына платформаға қазір келеді. Мен оны қазір қарап, мына балдарыңызға, негізгі балдарыңызға соны қосатын боламын. Ал қазір бүгінгі сабақтың, яғни аялдама әдісі арқылы соңына келдік. Бұл неде сабақ соңында сіздерден сұрайтыным. Бүгін біз қандай тақырып өттік, не туралы үйрендік, Ертөре? Біз тербеліс қозғалысын көре алдық, және оның мәнін тексере алдық. Мәнін тексере алдық. Еріксіз тербеліске мысал келтіріңізші, Азиз? Автокөліктің қозғалысы еріксіз тербеліске мысал болады. Ердәулет, тағы не істеді бүгінгі сабақта? Формулалар қолданып түрлі есептер шығардық. Түрлі есептер шығардық. Дұрыс айтасыз. Ендеше сабақтың ең бастапқы мақсатына оралайықшы. Бастапқы мақсатында біз тақтаға мән берсек, бірінші мақсатында еркін және еріксіз тербелістерге мысал келтіру керек болғанбыз. Келтіре алдық,
экспериментпен есеп шығардық және формулаларды қолданып есептер шығардық. Демек біз сабақтың мақсатына жеттік. Ендеше сіздердің соңғы балдарыңызды қарайтын болсақ, мына жерде Мейірбан сіз 9 балл болды, Диас 8 балл, Ертөре 9 балл, Бекқалиайұлы 8 балл, Амина 9 балл, Елнұр 8 балл, Азиз 8 балл. Қалғандарыңыздікін тағы да қазір мына платформаның несімен, қорытындысымен қоятын боламын. Ендеше үйге тапсырма еркін және еріксіз тербелістерге мысалдар келтіру.